қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін осындай акрил мен шерсть қосылған жіптен шапка тоқып көрсететін боламын. Бұл шапканы негізі жаңадан тоқып бастап үйреніп келе жатқан кісілер де тоқи алады. Бұл менде түс жаңағы бирюзовый. Камера дұрыс түсті бермей тұр. Сосын мен мынандай 4-5 деген ілмек бізбен тоқимын міне. Шапкамызды тоқып бастау үшін ең бірінші бізге цепочка из воздушной петли дейді. Цепочка жасау керек біз. Мынандай мысалы мен сіздерге ең оңай жолын көрсетейін. Мына біздің мынау рабочий жіп. Мына жіптің ұшы. Жіптің ұшын мына рабочий жіптің үстіне қоямыз міне. Былай қоямыз. Крестик болды, енді мына домалақ, біздің домалақ пайда болды мына жерде, домалақ болды, мына жерде крестик, мына жерде бізде осындай домалақ болды. Мынаны аламыз да мына рабочий жіптің үстіне тастаймыз. Енді аламыз да мына тұр ортадағы рабочий жібімізді бері қарай тартып шығарамыз. Мына рабочий жіпті и жіптің ұшынан ұстап тұрамыз міне. Осындай біздің ең бірінші петлямыз. Бұл енді жаңадан үйреніп жатқан адамдар үшін. Міне бірінші біздің петлямыз. Енді біздің ұшын жоғары қаратып, біз былай жұмыс істейтін боламыз. Жіп бізді ұшы жоғары қарап тұрады. Және бүйтіп тартамыз, былай қарай шығарамыз. Міне қараңыздар. Рабочий жіпке келдік, біздің ұшы жоғары қарап тұр. Енді мына қолымыз жыбырламайды, біздің сол қолымыз. Мына ұстаған кезде де былай ұстайсыздар. Қолыңызды былай саласыз, міне былай. Мына екі саусақпен мына жерден ұстаймыз, прям түбінен. Мынау тартып тұрады. Ал мына екі саусағымыздың мына рабочий жіпті ақырын басып ұстап тұрады. Артық жіп кетпес үшін. Енді біздіміздің ұшына қараңыздар. Біздіміздің ұшы жоғары қарап тұрады да, міне іліп аламыз, бұрамыз. Бізбен ғана жұмыс істейміз. Мына қолымыз вообще жыбырламайды, сол қолымыз, мына оң қолым менің ілмек біз ұстап тұрған. Енді міне шығарып аламыз. Мына петлямыз бізде біздің ұшы шығатындай болып, кейде бет тартпасайды, шықпайды ол. Міне, былай тартамыз да, міне. Қолымызды жылжытамыз алдыға қарай. Сол қолымызды бос қылып тоқимыз. Бұл бізде шапка. Қайтадан міне бізде цепочка тоқып жатқан. Енді қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-ші бізде 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Міне бізде 30 петлядан ілмектен тұратын, 30 ілмектен тұратын цепочка міне. Бұл бізде шапка, енді бір петля подъема обязательно. Енді біз мына цепочкамыздың міне өз жағыңыз, мынау мен жақ мысалы, мынау қарасаңыздар былай қарап жарайды. Оң жағым, мынау менің сол қолым. Мынау менің оң қолым міне мына тұрған. Оң жақтан емес, сол жағынан тоқимыз міне. Былай ұстаған кезде үстіңгі жағы бір петля тастаймыз міне. Мына петляны тастаймыз да міне. Мынаны тастаймыз. Міне келесіне саламыз да міне. Қараңыз, сонда міне мынаған саламыз. Мынаны тастаймыз, мынаған саламыз. Міне енді бізде мына жерде біздімізде 2 петля болды, енді 2 петлядан бүйтіп прям түбінен ұстап тұрасыз да шығарасыз. Бұл бізде столбик без накида деп аталады. Міне
бізде ілмек, мына бізімізде 2 ілмек тұр. Енді содан бір ілмек шығарамыз. Келесі кезек енді мына жерде менде бізімде бір ілмек тұр. Міне екіншісіне бір ілмек шығардым. 2 ілмек, бір ілмек. Өстіп, соңына дейін тоқи береміз. Осылай бостау бұл бізде шапка болғандықтан мынандай босырақ қылып тоқу керек, сондай әдемі болып шығады. Бұл бізде көздік шапка. Өстіп кезек ала береміз да, тоқи береміз. Бұл бізге қанша жасқа десем, 5 жастан жоғарғы балаларға 30 петля алдым, ал 5 жастан төмен болса, ондай болса, сіз өзіңіз баланың басына өлшеп көресіз. Шапка киетін маңдайынан, шекесі дейміз ғой баланың, содан төбесіне қарай сепочка жасайсыз да, соны өлшейсіз. Кейде 18 сепочка керек болады, кейде 25 сепочка керек болады. Бос қылып тоқимыз. Кейде тартып тоқу керек болады, бізде шапка болғандықтан тартып тоқымаймыз. Столик безіне әкеліп. Енді соңғысына дейін тоқимыз. Соңғысы міне біздің енді міне екінші қатарда бітірдік. Бір воздушный петля аламыз. Ол петля подъема деп аталады. Былай міне біз бітірдік, болды. Екінші қатарда мына бүйтіп петля көтереміз. Енді мына жерде біз 30 сепочкадан тоқып жатырмыз. 30 сепочкадан тоққаннан кейін біз мынау біздің жіп тұрған жер біздің шапкамыздың төбесі, макушкамыз төбесі. Енді мына жерде 1, 2, 3, 4, төртеуін былай аламыз, міне. Былай тоқимыз. Прям косичка өрілген сияқтымыз бар, туа соның 2 жіптен алып тоқимыз. Бұл жіп тұрған жақта ғана біз төбесі, шапканың төбесі жағында ғана осылай тоқимыз. Біреу міне, екеу, мына үшеу и тағы біреу, төртеу. Төртеуін осылай тоқимыз. Қалғанын мына бір жіптен ғана тоқимыз. Мына косичкамыз өрілген сияқты, шаш өрілген ғой, сол сияқты, соның үстіңгі жағынан алып тоқимыз. Осылай тоқимыз. Сонда төртеуін тоқсақ, 26 ілмекті өзіміз жартылай ғана. Жартылай дегеніміз енді мына біздің өрілген сияқтымыздың үстіңгі жартысынан ғана тоқимыз. Бос қылып тоқимыз. Бұл шапка болғандықтан созылды. Қатты қылып тоқымаймыз, тартып. Қатты бос қылып тоқымаймыз. Санап отырсаңыздар болады. Негізінде өздеріңіз үшін санасаңыздар болады. Кезек ала берсеңіз, негізінде шатыспайсыз. Осылай. Екі біз өзімізде бір ілмек бар. Енді мына жерге саламыз да, бір ілмек шығарамыз, екі ілмектен бір ілмек шығарамыз. Өстіп соңына дейін. Дұрыс алмады.
соңына дейін тоқып шығасыз да. Соңына келгенде обязательно бір екі жіптен аламыз. Міне бағана мерген айтып бірден алып келаттық. Міне ең астына келгенде міне екеуінен аламыз. Міне петля подъема. Петля подъема енді ары қарай міне бізде бір, мынау екі, міне үшіншіге саламыз. Екі ілмек, екі ілмектен бір ілмек шығардық. Ары қарай осылай өздеріңіз тоқи бересіздер. Мысалы ең оңай тақия. Жоғары қарай, төмен жағы, біз жоғары қарай кетіп жатырмыз. Шапкамыздың жоғары жағын қалай білеміз десек, мына жіптің ұшы бар, ең бірінші бастаған жеріміз. Енді санасаңыздар болады. Бізде 26 петляны, ілмекті, 26 ілмекті жартылай тоқимыз. Жартылай дегеніміз бір жіптен, бір жіптен ғана аламыз. Ар жағында қалған үстіндегі 4 біздің ілмегімізді жақындап қалдық. Мына қарайса 1, 2, 3, 4. Өзі міне 4 жоғап енді бұл жерде міне 2 жіптен тоқимыз. Оны да бостау қылып кішкене тоқсақ болады. Негізі барлығын бостау қылып тоқу керекпіз. Міне осылай. Болды, бітті қатарымыз. Мынау бізде бірінші қатар, екінші қатар, мынау бізде үшінші қатар. Енді петля подъема обязательно бұрыламыз. Мына жерден міне тура. Былай қарасаңыздар, міне біреу, ілмегімізді біреу, міне екеу, міне үшіншіге саламыз. Екінші, үшінші, төртінші. Ары қарай бір-бірден тоқимыз. Мына жерде біз төбесіне жіп тұрған жеп 4 қатарда 4 ілмекті кішкене тартыңқырап тоқсақ болады. Өйткені ол біздің шапкамыздың төбесі. 26 ілмекті бос қылып жартылай тоқимыз. Бір-бірден, бір жіптен ғана аламыз. Ол бізде столбик без накида техникасы. Ары бері бұрып тоқимыз поворотными рядами, орысшалап айтқанда. Бар спиральное вязание, бар жағына бір қатар тоқып, соединительный петля жасап тоқитын техника бар бізде. Ілмекпізбен тоқуды столбик с одним накидом деген бар, столбик с двумя, столбик с тремя накидами деген бар. Енді басқа сабақтарда өтеміз. Соңына келдік, біз бұл шапкамыздың төмен жағы предпасы. Енді мына жерде ең соңғы міне бізде бұл жерде міне 2 жіптен аламыз. Ең соңғысында бұл шапкамыздың төменгі жағы жерде 2 жіптен аламыз. Бір петля подъема. Бұрыламыз. Бұрылғаннан кейін
ары қарай 6 ілмекті жартылай тоқимыз. Бір жартылай тоқимыз деген үстіңгі жағынан тоқимыз 26 петляны. Бұл ілмекті. Ал енді ең үстіне келгенде, ең үстінде бізде мынандай жіп тұрады. Мына жіп ең бірінші бастаған жеріміз. Бұл жерде төртеуін сразу екі жіптен тоқимыз. Енді сіздерге іске сәт. Бізде высотасы шапканың, мысалы бобенчик тұратын жер, мынау жаңа төмен жағы біздің шапкамыздың. Бұл мен тоқып жатқан бір 6-7 жастағы баланың басына арналған тақия. Сіздер енді кішірек балаға тоқимын десеңіздер, өздеріңіз кішкене кішірек петля аласыздар. Болмаса шапкасының, өзінің киіп жүрген шапкасының высотасын бүйтіп бір цепочка тоқып, соның биіктігімен өлшеп алсаңыздар болады. Болмаса жаңағы баланың төбесіне мынаны қойып, маңдай жана текке жана қойып өлшесеңіздер болады. Ал мына бізде окружность басының домалақтығына бүйтіп біраз тоқып өлшесеңіз болады. Болмаса тағы сантиметрмен өлшеп, соны мына тақиямызға қойып өлшесек болады. Міне мен енді осындай тік 4 бұрыш тоқыдым. Мына жер жібіміз үстінде қалды. Енді біз өлшейміз мынаны. Тоққан өлшейміз мына 38-39 сантиметрді. 39 сантиметр бұл мен қанша 7-8 жасқа баланың басына болады екен. Енді ол баланың басына да байланысты ғой. Міне мынаны қараңыздар, мына жағын оң қылсаңыз да болады, болмаса міне мына жағын оң қылсаңыз да, қай жағын айтып, сол жағын оң қылсаңыздар болады. Мына маған ұнап тұр осы жағы. Мына жағы енді онша емес сияқты. Міне енді былай аударамыз. Міне енді мына жіпті мына жақтан шығарып алайық біз бері қарай. Былай бергісінен былай. Енді мына петлямызды мына жақтан шығарып қойыппыз. Енді ары қарай. Міне бізде петлямыз бар. Бірінші қостық, енді мынадан бір петлядан алдық, бір ілмектен. Енді міне мына жерден бір ілмектен алдық. Енді соединительный петля жасаймыз. Міне біреу, екеу, үшеу. Үш жіптен шығарамыз. Келесі міне тағы үш жіп, үш жіптен тағы шығарамыз. Кезек міне мына екен. Бір ілмегім қалып бара жатыр екен. Осылай осылай соңына дейін алып шығасыздар. Бір жіптен ғана іліп аламыз.
Енді қараңыздар, мына тоқып болды, міне осылай байқалмайды. Енді мына шапканың төбесін жабатын боламыз. Где-то бір 20 сантиметрден кесіп аламын. 20 сантиметр примерно, ол өзі артық болады. Енді мына қараңыздар, мына каждый мында бізде бір жота сияқты нәрде болып тұрады бізде. Соның прямо үстінен бірінші мынаны алып шығарып аламыз. Енді тұр өстіп мынандай жаңа көрсеттім ғой, оның үстінен осылардан өстіп айландырып алып шығамыз. Мына жерде де тұр, мына жерде өзі. Мына жерде бар.